Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен b тобының есептерін шығаратын боламыз. 540-ші есептен бастаймыз. Мұнда мына натурал сандардың бөлімдері 1-де 7 және 7 болатын екі аралас санның қосындысы түрінде жазыңдар деген екен. Біріншісі ол 3 деген сан. Осы 3 санын екі аралас санның қосындысы түрінде жазамыз. Бөлімдері бірақ 7 болу керек. Мысалы, 1,7-ден 1 қосылған 1,7-ден 6 десек. Сонда 1-ге 1-ді қосты 2 болды. 7 ортақ бөлінуде берілсе, 1-ге 6-ны қостық. Ол да 7-ні береді. 7 қосылған 7-ден 7 деген 1-ді береді. Сонымен общий бізде 3 шығады екен. Дәл солай 5 деген санды да жазамыз. 5 деген санды жазылайық. Мысалы, 1,7-ден 2-ға қосылған 7-ден мұнда 5 дейміз. Мұна екеуі қосылған кезде 1-ді береді. Мұнамен 2 болды. Мына жерде сонда 3 болса бізде 5 бүтін болады. Сонда 4,7-ден 7 ол бізде 5 береді. Үшінші есеп 8 саны. 8 саны 2,7-ден 3 қосылған, мысалы 5,7-ден 4 десек. 2-ге 5-ті қостық, 7 болды. 7-ден 7, онда бізде 8 береді. Төртінші 9 саны. Оны біз, мысалы, 3,7-ден 4-те қосылған 5,7-ден 3 дейік. Сонда бізде 8,7-ден 7 болады, бұл бізде 9-ты береді. Осымен есеп аяқталды. Келесі есепке көшеміз. 542-ші есеп. Қосуды орындаңдар еді. 3,15-ден 1 қосылған 2,25-ден 7. Бүтінге бүтінді қостық 5,25 пен 15-те ортақ бөлім 75. Мұнда 5-тен десе, мұнда 3-тен десе. Көптеміз. 5 қосылған 21. Сонда 75-тен 26, 5,75-ден 26 болады. Екінші 2,17 қосылған 9,15-ден 2. 11 бүтін болса, 15 пен 10-ға ортақ бөлімізде 30 болса, мұнда 3-тен, мұнда 2-ден десе. 21 қосылған 4. Сонда 11 бүтін 30-дан 25. 25 пен 30-ды қысқартамыз. 5-ке қысқартсақ 5, мұнда 6. Енді келесі 9 бүтін 18-ден 5 қосылған 6 бүтін 12-ден 1. 9 пен 6-ны қостық 15 болды. 18 пен 12-ге 36 ортақ бөлім берілетін болса, мұнда 2-ден, мұнда 3-ден деді. 10 қосылған 3. 15 бүтін 36-дан туған 3. Төртінші есеп. 1,12-ден 7 қосылған 3,9-дан 5. Өткен бізде 4 бүтін 36 ортақ бөлімге беріледі. Мұнда 3, мұнда 4-тен. 21 қосылған 20. Сонда бұл 4,36-дан 41. Бір бөлшекті аралас санға айналдырамыз. Бұл 1,36-дан 5. 4 бүтін қосылса 5 бүтін 36-дан 5 болады. Енді келесі. Төртінші есебімізді жасайық. Бұл жерде қарасақ, ортақ бөлім 42 болады. Мұнда 7-ден тесе, мұнда 42, мұнда 2-ден 7-ден 8 азайдамай қаламыз. Сондықтан біз мына бөлшекті 3 бүтін дейміз, 1 тазайып тастаймыз, 4-тен 1 тазайып тастаймыз, 3 бүтін 6-дан 7 деп аламыз. 7 қаяқтан шықты. Мына сан, бөлімдегі санды өзгермейді, сол күйіне жазамыз. Ал мына бөлімдегі санды қосамыз, сол кезде 7 шықты. 3-тен 2-ні азайттық 1 бүтін болды. 42-ден берілсе ортақ бөлімге мұнда 7-ден, мұнда 2-ден. 49-дан
болсын, азайтамыз 8-ді. Сонда 1,42-ден 41 шығады екен. 5-ші есеп енді. 5,25-тен 9 азайтылған 3,15-тен 8. Мына жердегі көрейік. Ортақ бөлім бізде 75 болса, онда 5-тен дейсен, онда 3-тен деді. 27-ден 40 азайтамай қаламыз. Сол себепті де біз мынадан 5-тен 1-ді азайтып тастаймыз, 4 бүтін аламыз. 25-дің өзін жазамыз, бөліміне кеспейміз, сол күйі өзгермей қалады. Ал мына осы санында қосып шығарамыз. Сонда ол 34 болады. Азайтылған 3,15-тен 8. Енді бізде 4-тен 3-ті азайттық 1 бүтін болды. Ортақ бөлім 75. Онда 3-тен дейсе, онда 5-тен деді. Екеуі көбейтеміз. 102 азайтылған 40. 1,75-тен 82. Енді бұнан бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 1,75-тен 7-е. Сонда 1 бүтін қосылып 2,75-тен 7 болады екен. Алтыншы есебінде 4,35-тен 3 азайтылған 2,14-тен 5. Онда көрейік. 35 пен 14-ке ортақ бөлім іздейміз. 35 пен 14-ті екі ұясын табасайық. 35 ол 7 мен 5-ті көбейтіндісі, 14 ол бізде 7 мен 2-ні көбейтіндісі. Ортақ бөлімге 7, 2, 5 деген сандар кетсе 35, сонда бізде 70 деген сан екен. Бізде 70-тен берілетін болса, онда 2-тен деді, онда 70-тен берілетін болса, онда 5-тен деді. Онда 6-дан біз 25-ті азайтамай қаламыз тағында. Сол себепті 3,35-тен 38 дейміз, азайтылған 2,14-тен 5 дейміз. Сонда 1,70-тен мына жаққа 2 дейді, онда 5-тен деді. 38-ті 2-ге көбейттік. 76 азайтылған 25. 1,70-тен 51 шығады екен. Келесі 7-ші есеп. Берілген жазайық. 10,83 азайтылған 4,8-тен. 3-тен 2. Ортақ бөлімімізге ортақ бөлім 24-тен берілетін болса, мұнда 3-тен, мұнда 8-тен деді. Тағы да біз аз болып қалады, сондықтан 9,8-тен 11 деп аламыз, азайтылған 4,3-тен 2-ні. 9-тен 4 азайттық 5 болды. Ортақ бөлім 24 болса, мұнда 3-тен деді, мұнда 8-тен деді. Сонда 33-тен азайтамыз 16-ны. 5,24-тен 17. Енді 8-ші есеп. 7,16-дан 1 азайтылған 3,24-тен 5. Сонда бізде 16 мен 24-ке нешеден берсек болады? 16 деген ол 2-ның 4 дәрежесі, 24 деген ол 2-ның 3 дәрежесі көбейтілген 3. Сонда 2 ойы 16 мен 24-ке 2-ның 4 дәрежесі көбейтілген 3 болады. Сонда бізде 48. 48-ден берілген. Мұнда 48-ден берілсе 3-тен деді, мұнда 2-тен деді. Тағы да аз болып қалады екен, сонда 6,16-дан 17 азайтылған 3,24-тен 5 деп аламыз. Сонда 3,48-ден мұнда 3-тен деді, мұнда 2-тен. Сонда 51-ден азайтамыз, онда 3,48-ден 41. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Келесі видеода 544, 45-ші есептерді, 46-ші есептерді шығаратын боламыз. Видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар комментарийде
өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Осы есепті достарыңызбен бөлісіп, бірге шығарып үйреніңіздер. Келесі видеода кездескенше.